оқиғаны бұл ұлы нәубетті. Біз жай геноцид қана емес, этноцид деп қабылдауымыз керек. Неге дейсіз ба? Мен сізге бір мысал келтірейін. Жаңа айтып отырмын ғой, біздің ғалымдарымыз осы күнге дейін сол аштықта қазақтың қанша қырылғаны туралы осы күнге дейін жарытып ешқандай дәлел келтіре алмайды. Жарайды, біз тек пәленше қырылды деп айтпай-ақ, мынандай мысал келтірейін. Мәселен, оны айта алмау себебі өйткені қазақтың саны сол аштық алдында қанша болғаны осы күнге дейін ешкім жарытып айта алмайды. Тағы да. Енді мына қараңыз. Біз нақты фактілер бар. Ресей империясында тұңғыш жалпы халық санағы 1897 жылы өткен болса, ол есеп бойынша қазақтың саны 4.084.139 адам болған. Дұрыс па? Ол кезде өзбектердің саны 726.534, қырғыз 201.682, түркмен 281.000, яғни солай. Сарттар 968.000. Басқаша айтқанда қазақтың саны, онда тағы ерекше атап өту керек. Бұл 4.084.000 қазақтың тек есепке ілінгені ғана. Өйткені ол кезде қазақтар егер малымды көп есептесе, салық көбейеді, ол балаларын есептесе ертең армия қалады деп, халықтың қаншама ауылдар өре түрегеліп, қырдың бойына бойлап шығып кететін болған. Сөйтіп тек есепке ілінген қазақтың саны 4 миллион бола тұрып, сол Орта Азияны мекендеген басқа барлық түріктерді қосқанда, түрік халықтарын қосқанда, қазақ содан 2,5 есе артық болды. Енді қараңыз, арада қанша жыл өтті делік, мәселен 2018 жыл салып қарасаңыз. Өзбектердің саны 2018 жыл есеп бойынша 24 миллион, қазір енді 34 миллион деп жүр. Жарайды, 2018 жыл таза өзбектер 24.858 мың болса, ол сол 1897 жылмен салыстырғанда 34,2 есеге өскен. Қырғыздар сол 1897 салыстырғанда қазір 4.587.000, яғни 22,7 есе өскен. Әрі қарай түркмендер 14,2 есе өсіпті. Сарттар енді өзбекке сіңіп кетті. Қарақалпақты алайық. Бұрынғы саннан 104 мыңнан 17,6 есе өсіпті. Енді мына қараңыз, 20 ғасырдың басында қазақ әлемдегі табиғи өсімі ең көп, ең жоғары халық болғанбыз, көшпелі халық ретіндегі жалпы. Енді мына қараңыз, егер қазақтарды сол өзбектің санымен есептесе, қазақтың саны дәл бүгін 139 миллион халық болар едік. Өзбектің өсімімен есептесек, одан төменірек қырғыздың өсімімен есептесек, қазақтың саны ол кезде 92 миллион болар едік. Мына қараңыз, түркменмен есептесек 14 миллион, онда қазақтың саны 57 миллион болар едік. Ал Қарақалпақтың өсімімен есептесек, біздің санымыз 71 миллион болар еді. Естеріңізде болса, Осман империясы ыдырап, оның орнына Түрк республикасы қалыптасқан кезде, Түрк республикасының халқы ол кезде 4 миллионға жетпеген. Бүгін Түркия республикасының халқы 80 миллион. Сондықтан міне осылай есеп